Бұл имам Муслимнің сахихында жететін хадис. Расулалла айтады: аттың кекілінде қияметке дейін жақсылық байланып тұр дейді. Осы шағына дейін алады адамдар хадисті, ары қарай оқымайды. Демек жылқыға не істеу керек, көкпар шабу керек, жылқының жанында жылқы, тіпті сондай әңгіме бар, білесіз бе? Жылқыға бөлінген уақыт қияметте сұралмайды, анау осындай кетіп қалған әңгіме. Бірақ хадистің жалғасы бар. Сөйтсе пайғамбарымыз хадисті жалғастырып айтады: әл-хайлу сәләсә дейді. Жылқының үш түрі бар дейді. Біріншісі әл-хайлу лил әжр, әл-хайлу ли ситр, әл-хайлу ли визр дейді. Біріншісі сауап үшін, екіншісі жабу үшін, үшіншісі күнә үшін. Сөйтсе сауап үшін дегені, Алланың жолында бір жылқыны Алланың разылығы үшін баптап, Алланың жолында шабатын жылқы деп, Құдай үшін шабатын жылқы деп, соны баптап қарайтын болса, оның жеген шөбі дейді, ішетін суына дейін, егер шөп жесе, су ішсе, есі сауап ала береді дейді. Тіпті сол хадисте айтылады: байқамай еркіңнен босап кетіп, сен тамақтандырмасаң да, өзі айдаладан шөп жеп, су ішіп келетін болса, әрбір жеген шөбі үшін сауап аласың дейді. Өйткені сен оны Құдайдың разылығы үшін баптап атсың. Не үшін? Ертең Алланың жолында шапсын, жақсылықта шапсын, соғыста жеңіліп қалмайық деп, сен оны баптап атсың да. Қонақ келсе, күтіп алайық абыроймен. Отбасымның қажеті болса, апарып келейін. Бір бауырым апарып кеш десе, тасып жіберейін. Әйтеуір Құдайдың жолына жұмсайсың да. Ол қазіргі мынағанда келтіруге болады. Құдайдың жолында шабатын сен мәшінең болса, Алланың разылығы үшін жүретін, мұқтаждарға продукты үйлестіретін, азық түлік үйлестіретін, анаңды таситын, жақындарыңды таситын. Әйтеуір Құдайдың разылығы үшін, валлахи айтамын да. Валлахи айтам, әрбір құйған соған бензиннің сауабы, иншалла. Әрбір құйған бензиннің сауабы. Балоның айналған сайын сауап алады, иншалла. Адам отырған сайын сауап аласың. Әрбір қандай сайман сен оған әкпелесің, тек қана ол саған сауап жазылады. Өйткені сен оған жайдан жай сабатқан жоқсың. Саған ол ертең не істеу керек? Алланың жолында қызмет ету керек. Сен аласың, стартерін ауыстырасың, генераторын ауыстырасың, майын ауыстырасың. Валлахи бүкілі сауап. Өйткені мына хадисте дәл солай етіп тұр. Жеген шөбі, ішкен суы. Сусыз, жемсіз ат болмайды. Дәл солай май, бензинсіз көлікте болмайды. Міне Алланың жолында шабатын көліктер, машиналар. Міне солар сауап. Ал енді екіншісі еді? Әл-хайлу ли ситр дейді. Ситр деген сәтір деген, жабу деген сөз. Не нәрсені жабу? Өз қажеттеріңді ғана жабу үшін. Өзің үшін ғана жүреді. Өзге біреу сұраса, бере алмайсың. Барып келейік десе, бара алмайсың. Тек қана өзіңнің қарабас қажетіңнен шықпайтын жылқыда. Ал үшіншісіне әл-хайлу ли ситр, визр, күнә үшін. Не істейсің машинаңмен? Арақ тасисың. Не істейсің машинаңмен? Жұрттарды түнгі клубқа апарасың. Жүретін машинада жүретін өңкей күнәқарлар жаман жолға да, тек қана жаман жолға. Түсінесіздер ғой? Міне сол нәрсе. Расулалла осы хадисті бізге міне түсіндіріп беріп естіп. Сол үшін бауырлар, бізде көлігің бар ма? Алланың разылығы үшін деп алып қой. Алланың разылығы үшін. Сөйтіп ол Құдайдың разылығында жүрсін. Әлхамдулилля, балондары тозған сайын Құдайдың құзырында неңді алып тұрасың? Сауабыңды алып тұрасың.